Қайырлы күн достар, сіздермен Мерей, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге атылмайтын осындай ассорти компот жабудың жолын үйрететін боламын. Өте қарапайым рецепт, әртүрлі жеміс-жидектен міне осындай өте керемет болып шығатын, өте дәмді болып шығатын компот жасайтын боламыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, компоттың қалай жасалуын көріп, сіздер де жасап көріңіздер. Алдымен біз банкаларымызды осындай тазалап жуып аламыз да, мантываркіде немесе чайникте 7-8 минут булап аламыз. Қақпақтарында осындай 3-4 минут суда қайнатып аламыз. Қазір жаз мезгілі болғандықтан түрлі жеміс-жидектің сезоны. Мен бұл ассорти компотқа 2 түрлі сары өріктен қостым және қара өрік, алма қостым. Алма, міне бізде осындай алмалар қазір пісіп жатыр. Осы алмалардан қолдансаңыздар болады, немесе үлкен алманы бөліп қолдануыңызға болады. Достар, осы жерде айта кететін жайт, барлық жеміс-жидегіміздің қаттылау түрін қолданыңыздар. Міне видеода көрсетіп өттім сіздерге. Езілген түрін қолдануға болмайды. Міне достар, мен айтқан бойынша жасасаңыздар, банкаларыңыз атылмай қысқа дейін шыдайтын болады. Банкаларымыздың барлығын булап алғаннан кейін, ең бірінші алманы салып шығамыз. Мен барлық банкаға 4-5 штуктан салып шықтым. Қалауларыңызша аз мөлшерде қолдансаңыздар болады, яғни бір банкаға 2-3 штуктан салып шықсаңыздар болады. Мен көп салу себебім, өзім осы компотты ашқан кезде ішіндегі жеміс-жидектерді жегенді, балаларым да жегенді жақсы көреді, сондықтан мен көп мөлшерде саламын. Міне әрқайсысынан 4-5 штуктан немесе 3-4 штуктан салып шығамыз. Екінші кезекте бізде қара өріктерді салып шықтым. Одан кейін 2 түрлі сары өрігімізді саламыз. Достар, бұл жерде қатып қалған қағида жоқ. Шие қоссаңыздар болады өріктің орнына, немесе басқа да жеміс-жидек қосып компотты жасасаңыздар болады. Ең бастысы жеміс-жидектерімізді мұқият тазалап жуып аламыз. Мен жеміс-жидекті жуған кезде көзге көрінбейтін микробтарды алу үшін 2 шай қасық ас содасымен және 2 шай қасық алма уксусын қосып барлық жемістерді тазалап жуып алдым. Міне достар, барлығын банкаға салып шығамыз. Мен бұл жерде 2 литрлік банкадан 6 данасын қолдандым. Егер сіздер жеміс-жидектің аз салынғанын қаласаңыздар, тағы да банка қосып, жеміс-жидектерімізді бөліп салып, міне осылай дайындап алсаңыздар болады. Достар, егер осы жерде менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, подписаться батырмасын басып, жанындағы қоңырауша белгісін басып қоюды ұсынамын. Өйткені алда менің каналымда түрлі банканың жабу рецепттерін ұсынатын боламын. Банкаларымыз дайындап алғаннан кейін, міне суымызды сақырлатып осылай қайнатып аламыз. Міндетті түрде осылай қайнатып алыңыздар, суыған су болмайды. Қайнап тұрған суды банканың әрқайсысына бөліп құйып шығамыз. Міне қыздар, видеода көріп тұрғандарыңыздай банкаларымызды толтырып құйып алғаннан кейін бетіне қақпағын жауып қоямыз. Барлық банкаға осылай қайнап тұрған суымызды құйып шығамыз. Достар, егер сіздерге рецепт ұнап жатырса, лайк басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алда түрлі банка жабу рецепттерімен өсетін боламын. Атылмай, осылай әдемі, дәмді болып шығатын рецепттерді менің каналымнан көре алатын боласыздар. Барлығына осылай суды құйып алғаннан кейін банкаларымызды 15 минутқа қалдырамыз. Достар, банкаларыңыз атылмай қысқа дейін сақталғанын қаласаңыздар, осы видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. 15 минут өткеннен кейін банкамыздың қақпағын ашып, жаңағы су қайнатқан ыдысымызға суын қайтадан құйып аламыз. Барлық банкаларды осылай қайталаңыздар. Міне құйған кезде мен осындай крышкамен жауып тұрдым. Арнайы осындай крышкалар болады, өзі тесіктері бар жабатын. Сондай алып алсаңыздар болады. Банкаларымызды құйып алғаннан кейін суымызды қайтадан бір қайнатып аламыз. Сол аралықта суымыз қайнағанша мен әр банкеге 150 граммнан шекер салып шықтым. Егер компоттарыңыз тәтті болғанын қаласаңыздар, 200 граммнан салып шықсаңыздар болады. Міне суымызды қайтадан сақырлатып қайнатып аламыз. Осындай әдемі түсте болып шығады. Банкаларымыздың қақпағын ашып, қайнап тұрған суды қайтадан үстіне құйып шығамыз. Достар, қараңыздар, мен бұл компотқа шие, черешня деген қоспадым. Сонда да біздің компотымыздың түсі өте әдемі болып шықты, дәмі де өте тәтті болып шығады.
міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Барлығына осылай суымызды құйып шығып, қақпақтарын жауып, осылай дайындап аламыз банкаларымызды, және банка жапқышпен бұрап, жақсылап қақпағын қатайтамыз. Банка жапқышпен жабу өте оңай. Қатты қысып жермей, әр бұрағанда кішкене ғана жылжыта отырып бұрап шығамыз. Банканың қақпағын осылай бұрап жапқан кезде мұқият болыңыздар, қатты қысып жермеңіздер. Егер қатты қысып бұрайтын болсаңыздар, банкамызды сындырып жіберуі мүмкін. Сондықтан банканы жапқан кезде бұрағышты жаймен бұрап отырып, банкамыздың қақпағын жауып аламыз. Міне достар, банканы жауып алғаннан кейін, осылай банка жапқышты алып, қолымызбен тексереміз. Банканы үстелге жатқызып, банкамыздың қақпағы жақсы жабылған тексеру үшін осылай әрі-бері дөңгелетіп аламыз. Міне менде банканың қақпағы толық жабылған. Міне достар, қақпақтарын жауып алғаннан кейін компоттарымыз дайын болды. Барлығын жылы жерге қоюымыз қажет. Жерге одеялды төсеп, банкаларымызды төңкеріп, осылай бетіне одеялды жақсылап жауып қойдым. Сіздер де міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіз. Сау болыңыз.